Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мен балды торт, яғни медовик тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецептімен медовик өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Медовикке керек ингредиенттердің барлығын дайындап қойдым, ал ендеше бастайық. Ыдысымызға алдымен қантымыз саламыз, сармайымыз саламыз және балымыз саламыз. Бал менде табиғи, яғни натуральный мед. Сіздер де табиғи балды пайдаланыңыздар. Өйткені балды торт болғандықтан оның ең маңызды ингредиенті бұл жерде бал болып келеді, яғни дәмі соған да байланысты болады. Енді осы үш ингредиентті ыстық қайнап тұрған судың үстіне қойып, ерітіп араластырамыз. Яғни водяной баняда жақсылап майымыз, қантымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Мінекей менің қант, сармай және балым үшеуі жақсылап араласты, яғни еріді. Енді осының үстіне бір шай қасық ас содасын саламыз. Оны да араластырып тұрамыз. Содамыз бірнеше минуттан кейін балмен өзі реакцияға түсіп, осындай көбіршіктеніп, екі есеге массамыз ұлғаяды. Енді ыдысымызды қайнаған судың үстінен түсіріп, массамызды суытамыз. Массамыздың температурасы қанжылым, яғни бөлме температурасындай болған кезде үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді бізде соңғы қалған ингредиент ұнымыз бар. Сол ұнымызды саламыз. Мен ұнды бір ыдысқа өлшеп қойдым. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Жаймен деп, біртіндеп салып отырып, араластырып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Мінекей қамырымыз дайын, жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны жарты сағатқа тоңазытқышқа демалдырып аламыз. Сол кезде қолға жабыспайтындай болады. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, осылай ұнның көмегімен рулет секілді қылып қоямыз да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде тортымның диаметрі 26 см болғандықтан мен 8 бөлікке бөлдім. Егерде сіздің диаметріңіз кішірек болатын болса, онда одан да көп бөліктерге бөлуге болады. Енді пергамент қағазымыздың үстіне ұн сеуіп, әрбір бөлікті жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Мінекей жұп-жұқа етіп жайып алдық. Енді осындай кальцоны 26 диаметрге өлшеп қоямыз да, коржды пешке салмас бұрын формасын шығарып, сосын барып пісіреміз. Маған осылай жасаған ыңғайлы. Егерде сізде бұндай кальцо болмаса, онда коржды пештен шыққан бойдан қақпақ бір кез келген нәрсені қойып, пышақпен жан-жағын бірден суып қалмас бұрын кесіп алғаныңыз жөн. Енді осыны 180-200 градуста 3-5 минутта коржымыз қызарғанша пісіреміз. Мінекей менің барлық корждарым пісті. Енді крем жасауға кірісеміз. Кремге бізге сливки қажет болады. Сливкемізді құямыз, оның үстіне қаймақ құямыз және сгущенкамызды салып, осы үшеуін жақсылап сұйық крем болғанша араластырамыз. Мінекей креміміз осындай сұйық болуы қажет, қатты қою болғанша араластырып жібермеңіздер. Негізі медовик тортына білесіздер, әртүрлі крем пайдаланса болады. Менің өзіме осы клейгеймен, яғни сливкимен жасаған крем ұнайды. Болмаса заварной кремде, қаймақпен жасалған кремдер, нағыз болмаса сармаймен сгущенканың өзін араластырып жасасаңыз да болады. Ең бастысы креміміз сұйықтау және жеңіл крем болуы қажет. Осылай әр корждың арасына 3-4 қасықтан салып, тортымызды жинап шығамыз. Тортымызды жинағаннан кейін бетін әрлемес бұрын бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып алғаныңыз дұрыс. Мен мысалы тортты көбіне түнде жасап қоямын да таңертең бетін әсемдеймін. Өйткені тортымыз тоңазытқышта тұрған сайын корж бен крем бір-біріне сіңіп, өте жұмсақ болады. Тортымыз мінекей бірнеше сағат тоңазытқышта тұрды. Енді кальцоны осылай пышақтың көмегімен ажыратамыз. Торттың бетін әрлеуге осылай қалған қалдық корждарды блендермен немесе оқтаудың көмегімен езіп алдық. Енді осы корждарды торттың жан-жағына, барлық жеріне жақсылап сеуіп шығамыз. Мінекей біздің балды тортымыз осымен дайын. Мен жай ғана классикалық түрде әсемдедім. Негізі неше түрлі құлпынай, әртүрлі жеміс-жидектер қойып әсемдесеңіз де болады. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.